Ассалаумағалейкум, назарларыңызда информбюро жаңалықтары. Қайырлы кеш, студияда Мақсат Толықбай және Айда Буранбай. Бүгіннің басты жаңалықтары. Жан түршігерлік оқиға. Қызылорда облысының тұрғындары бөлшектеніп тасталған нәрестенің дене мүшелерін тауып алған. Елімізге оңтүстіктен шынымен қауіп төнді ме? Президент қандай қорғаныс шараларын қолға алмақ? Шымкентте жер үшін соғыс басталды. 1000 адам бір жақ, әкім кім жақ? Осы және өзге де жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Алматыда Lexus көлігін басқарып келе жатқан 20 жастағы жүргізуші 4 бірдей адамды қағып, 3 отбасын асыраушысынан айырды. Бұл жан түршігерлік оқиға кеше түнгі сағат 10:30-да Байзақов көшесі мен Райымбек даңғылының қиылысында болды. Батысқа қарай бет алған Lexus автокөлігі Райымбек Батыр ескерткішіне қарама-қарсы жолда 4 жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Соққының қатты болғаны соншалықты зардап шеккен адамдар жан-жаққа ұшып кетті. Бір жаяу жүргінші соққы әсерінен шығыс бағыттан келе жатқан Nissan Safira көлігінің астында қалды. Дәрігерлер апатқа ұшыраған 4 адамның біреуінің ғана өмірін сақтап қалды. Қалған 3 ер адам оқиға орнында жан тапсырды. Ал Қызылорда облысындағы Жаңақорған ауданының Төменарық ауылында болған оқиға тұрғындардың төбе шашын тік тұрғызды. Таңертең малын өріске жіберуге шыққан ауыл тұрғыны ауласынан нәрестенің аяғын тауып алған. Үйдің ауласынан табылған сәбидің қалған мүшелерінің қайда екені әлі күнге дейін белгісіз. Өте беріп, үйге кіре бересі мына жерде не жатыр екен. Қызыл ет сияқты нәрсе жатырды. Осын бұл қандай ет, немің ет екен дедім де, сосын жақындап келіп, қарасым бір нәрестенің аяғы. Ашсам жа жерде баланың ішек қарны домаланған, мынандай бір саны. Аппақ болып әдемі болып жатыр. Қан емес, батпақ емес, ешқандай былған тап-таза болып жатыр. Сосын ойбай дедім де жүрегім ұшып өзім ауырып тұрғам, одан бетер мазам кетті, үйге барып жаттым. Алғашқы куәгер Әбдімәш Тақсақал итінің бұл дене мүшесін алып келгенімен жемегеніне көз жеткізеді, көршісіне айтып екеуі баланың аяғын ауыл маңында қорымның шетіне апарып жерлейді. Содан соң барып ауылдық округ төрағасына, учаскелік инспекторға хабар береді. Инспектордың хабарламасымен аудан орталығынан келген ішкі істер бөлімінің қызметкерлері зиратты ашып, нәрестенің аяғын айғақ зат ретінде қайта қазып алады. Зираттан нәрестенің аяғын қазып алып, қайтадан оны сот медициналық сараптамадан өткізіп, қазіргі таңда ол аяққа байланысты тиісті сот сараптамаларын тағайындадық. Сол сараптамалардың негізінде сараптамалардың қорытындысымен тиісті заңды шешім қабылданатын болады алдағы уақытта. Табылған оң аяқ пен оң бүйрек майда шектер денсаулық сақтау министрлігінің сот медициналық сараптамасына жіберілді. Ауыл аймақтағы күдік келтірген немесе аяқ ауыр әйелдердің бәрі қазір тексеріліп жатыр. Бірақ айғақ табылмай отыр. Тек бір анығы аймақта жуырда шетінеген шақалақ жоқ. Демек иттер қорымда қазбаған. Күдікті сейілту үшін кәмелетке толмаған және жасөспірім қыздар да тексеріліп жатыр. Мысалы 9-11 сыныптарды, әсіресе қыз балдарды бізде поликлиникаға алып барып тексерді. Ешқандай не болған жоқ. Жаңағы бәрі де таза болып шықты. Қазір осы іске қатысты анықтау жұмыстары жүргізілуде. Іргелес 4 ауылдағы 166 қыз бен 29 аяғы ауыр әйел тексерістен өтіп жатыр. Айда Боранбай, Тілеген Бекарстанов, Берік Байымбетов, информбюро 31 арна. Ал Алматы облысында кембағал жандардан ақша бопсалап келген нәзік жанды қаржы полициясының құрығына түсті. Облыстық еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаментінің бас маманы мүгедектерге денсаулығына қатысты құжатты сатып келген. Ал Қырғауылды ауылындағы пошта бөлімінің бастығы ауыл тұрғындарының жәрдемақысынан өзіне жалақы тағайындап алыпты. Жегені желкесінен шыққан жемқор шенділердің жаңа тізімі Ирина Совет Жаңғызының бейне материалында. Бір адам кетті, екіншісі, үшіншісі шықты бөлмеден. Кіргендердің аласұрып ақшысынып шыққанына қарағанда кабинет кассы ұқсайды. Алайда бухгалтердің емес бас маманның бөлмесі бұл. Алматы облысы Талғар ауданы бойынша еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаментінің медициналық әлеуметтік сараптама бөлімінің бас маманы Чебышеваның шикілік шыққан кабинет осы. Ал онсыз да тағдыры тәлке кеткен кембағал жандарды қанға қысатқан ханым мына кісі. Көрер көзге көрінген кемістікті Венера ханым көк қағаздың шетін көрсетпесең байқамай қалады екен. Жемқорлық жаман әдет. Ақыры нәзік жандының үстінен 7 бірдей қылмыстық іс қозғалды. Возбуждено уголовное дело по 7 фактам получения взятки в отношении главного специалиста отдела медико-социальной экспертизы Талгарского района, Департамента труда и социальной защиты по Алматинской области, гражданки Чибышевой Венеры,
которая обвиняется в систематическом получении взяток. Молдағұл Текті бұл мырза ветеринарлық санитарлық инспекциясының бас маманы болып қызмет атқарыпты. Бірақ сертификатты сатқан үшін сезікті болып танылған азамат 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қаржы полициясының құрығынан құтыла алмаған келесі азаматша Қарасай ауданына қарасты Қарағайлы ауылының пошта бөлімінің бастығы болып жұмыс істеген. 1.370.000 теңгені қолды қылған ханым ауыл тұрғындарының айлап күтетін жәрдемақысынан жырып, өзіне жалақы тағайындап алған көрінеді. Қарасай ауданының сот үкімімен Қырғауылды ауылының пошта байланыс бөлім бастығы Бекназарова аталған ауыл тұрғындарынан шоттарына түскен жәрдемақы 1.370.000 теңгені мемлекеттік қаражатқа иелену және талан-таражға ету үшін 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған. Ал Абдрахимов есімді бұл азаматтың бөлмесіне де бөгді адамдар ақша апарғыш, ақыры да жақсы болмады. Алакөл аудандық жол полициясы бөлімінің бастығы 4 жыл арқалап кетті. Көліктің кем-кетігін көрмей-ақ техникалық куәлікті әзірлеп берген үшін. Қаржы полициясына қылығы жақпаған тағы бір бастық Ұйғыр ауданы салық басқармасының бастығы Өркімбаев мырза. Кәсіпкерлік қызметке парамен қамқорлық жасаған үшін сот бұл кісіге шартты түрде 1 жыл бас бостандығынан айыру туралы жаза кескен. Қаржы полициясы дәл осындай 60-қа жуық жемқорлық дерегін 1 жылдың ішінде анықтапты. Ирина Советжанқызы, Думан Сүлейменов, Информбюро 31 арна, Алматы облысынан. Қазақстанға оңтүстіктен қауіп төнуі мүмкін. Нұрсұлтан Назарбаев Россия 24 телеарнасына берген сұхбатында осындай мәлімдеме жасады. Нақтырақ айтқанда, елімізге төнетін негізгі қауіп қазір батыстанда емес, шығыстанда емес, Ауғанстаннан болады, деді президент өз сөзінде. Угроза может сегодня произойти с юга, конечно, прежде всего, реальная угроза. Распространение наркотиков, наркотрафик – это большая угроза для нас, для всех. Значит, такого распространения, как сейчас, не было. Тың айтуынша, Ауғанстаннан шығатын есірткі трафигі батысқа көбінесе Қазақстан аумағы арқылы өтіп жатыр. Және Қазақстанның шекарасынан Ресей мен Европаға өтетін есірткі трафигінің жыл сайынғы көлемі 50-ден 90 тоннаға дейін өскенін көрсетеді. Орталық Азиядағы сұраныс жылына 11 тоннаға жуық. Президент бұл жаһандық деңгейдегі қауіп екенін айтты. Сондай енді әскери күштердің барлығы Ауғанстаннан әкетілген жағдайда жаңа қауіп пайда болады. Ауғанстанның билігіне кім келеді? Олар қандай саяси көзқарас ұстанады? Біз ол жайында ештеңе білмейміз. Қоғам барлық жағдайға дайын болу керек. Сондықтан стратегиялық серіктестер мен одақтастарды дұрыс таңдап алу қажет, деді Нұрсұлтан Әбішұлы. Шымкентте аса қауіпті қылмыскер ғаламтор жүйесі арқылы әйелдермен танысып, оларды тонаумен айналысқан. 46 жастағы ер адам әлеуметтік желілерде әйелдердің сеніміне кіру арқылы ұрлық жасапты. Соңғы зардап шегуші әйел полицияға сәуірдің басында шағымданған. Оның айтуынша Талғат есімді ер адам жеке басына қатысты құпияларын ашпау үшін одан бірнеше рет ақша талап еткен. Шымкент ішкі істер басқармасының оперативті тобы күдікті өзінің жалдамалы пәтерлерінің бірінде ұстаған. Тексеріс барысында Талғаттың бұрында 5 рет әйел зорлау, бопсалау, ұрлық пен алаяқтығы үшін сотталғаны мәлім болды. 2005 жылы ол аса қауіпті қылмыскер деп танылып, 2010 жылы түрмеден босатылған. Қазіргі уақытта оның сұм әрекеттерінен 5 бірдей әйел зәбір көргендігі белгілі болды. 2011 жылдың тамызында полицияға 52 жастағы әйел шағымданған. Сөзіне сенсек, бөгде ер адам оған қол жұмсап ақшасы мен бағалы заттарын сонымен қоса 1 миллион теңгеге бағаланатын Nissan автокөлігін айдап кеткен. Осыған ұқсас жағдай тағы 2 әйелдің басынан өткен. Біріншісінің айту бойынша Талғат есімді ер адам айламен $3000 ақшасын әкеткен. Екіншісінің сөзінше ол $500 миллионға бағаланған алтын әшекей бұйымдарын ұрлап алған. Тәртіп сақшылары зардап шегушілер саны бұдан да көп болуы мүмкін екендігін айтады. Оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауылында жер дауы асқынды. Жүздеген тұрғындар өз жерлерінен айырылып, дала кезіп қалудан қорқады. Айтуларынша, жергілікті әкімшілік өздеріне тиесілі жер телімдерін заңсыз саудаға салып жатқан көрінеді. Егер әділдік орнамаса, ауыл тұрғындары жаппай аштық жариялауға дайын. Мир кооперативінің үлескерлері арасында нағыз соғыс басталғандай, өйткені мыңдаған адам ауылдық әкімдік алдына жиналып, өздерінің жер телімдерін даулап жүр. Үлескерлер 5 жыл бойы 850 гектар жерін заңдастырып ала алмай жүр. Тұрғындар егіске арналған жер дұрыс бөлінбей жатыр деп наразы. Штамп печатым мен бар. Мен өтіріктен мұны өзбекше жазылған жермен мен ала алмаймын заңды түрде. Ертең қазір там соқсам, ертең бұз десем мен қайға барам? Бала шағамен көшіп қайға барам? И вот эти нас обманывают, говорят, что получат долю, они по закону мы не можем взять. Они делят ночью, когда не знают простые люди, делят только деньги, у кого только делать собираются.
Кооператив басшылығы барлығы заңды түрде бөлініп жатыр деп сендіреді. Ал әкімдік өкілдері болса, бұл жеке кәсіпкерлердің мәселесі деп, оған араласқылары келмейді. Өйсеққа рұқсат бермейміз. Оның толық құжаты, инфрақұрылым, аналар жүрмесін болмайды. Суғару жерлерін, суғарма жерлерін ананға беруге болмайды. Елбасының тапсырмасы болды. Ауыл тұрғындары қазір құжат дайындап жатыр. Бұған дейін прокуратура мен қаржы полициясына жазғанымен одан пайда жоқ. Енді болмаса олар аштық жариялауға әзір отыр. Болат Мүрсәлім, Мирас Сүлеймен, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы. Қырғыз көліктеріне қатысты шектеу қайта басталды. Кедендік бақылау комитеті Қазақстанға заңсыз енген автокөліктерді тәркілеуге уәде беруде. Ал көлік иелері бірден бұл талапқа наразылықтарын білдіріп жатыр. Сотрудники управления дорожной полиции. Жол полиция инспекторлары тоқтатып, сендер соңғы жаңалықты естіңдер ме деп, көлігімізді уақытша сақтау қоймасына қоюға талпынады. Бірақ оған арнайы қаулы шығып, заңдық тұрғыдан бекітілуі тиіс. 25 сәуірде Астанада брифинг болды. Онда қандай қаулыға сәйкес көлікті тәркіленетіні айтылған. Қырғыз нөмірлі көліктердің Қазақстан аумағында қанша уақыт жүруге болатыны туралы ешқандай құжат жоқ. Оларға жарияланған мораторий бастапқыда наурыз, артынша мамыр айына дейін ұзартылған болатын. Ал көлік иелері қазір екіге жарылған. Бірі кеденшілерді сотқа берсе, енді бірі кеден органымен бір бітімге келген. 2 аптаның ішінде біріккен жоба жүзеге аспақ. Бұл құжатқа сәйкес Қазақстан аумағына кірген қырғыз көліктері сақтандырылады. Егер көлік иелері міндеттемелерін орындамаса, сақтандырушы шығынды сот арқылы өндіретін болады. Бірақ әр жүргізуші кеден бекетінен өткенде $500 беретін жеткізді. Ал қаржы министрлігі жемқорлар жазасын алды деп отыр. Ал Ақтау қаласының тәртібі қиын жасөспірімдері шын түрменің не екенін ұқты. Онда қандай ботқа берілетін, қамалғандар қалай өмір сүретін де біледі. Оларға мұны полицейлер арнайы көрсетті. Бұл шарадан соң бұрынғы бұзық балалар түзелуге уәде берді. Жастайынан жетім өскен Александрдың жасы небәрі 15-те, бірақ соның өзінде ол бірнеше рет полицияның алдын көріп үлгерген. Себебі ол мектептің шырқ бұзары. Жас бала қазірдің өзінде қылмыстық әлемнің түсініктерімен өмір сүретіндігін айтады. Сондықтан полиция оған нағыз түрмелік түсініктерді үйретпек. Осында келгеннен бері темір торда отыру маған қызықсыз болып кетті. Оған ұмтылудың түк қажеті жоқ екен. Мектептер мен балалар үйінен келген жүздеген жасөспірім Ақтау полициясының акт залында жиналды. Полиция мен ардагерлер олармен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Тіпті арнайы қызмет қарумен бұзақыларды қалай ұстайтын көрсетті. Содан соң балаларды уақытша тергеу изоляторымен түрмелерге апарды. Ондағы қамалған жас бұзақыларды көрген балалар жағаларын ұстады. Менің учаскемде 7 отбасының 6 баласы бар. Барлығы сабақтан қашып, қылмысқа үйірсектеу болған үшін есепте тұр. Сондықтан олардың бетін қайтару үшін арнайы шын түрмелерді көрсеттік. Шағын ғана терезесі бар темір есіктер, бір камерада 4 төсек тар дәлізбен тікен сымнан ғана көрінетін терезе. Мұны көрген жасөспірімдер басқаша ой түйгендей, бірақ сонда да төбелесеміз дейді. Тек шектен шықпайды енді. Жанара Жолтаева, Ирина Гончарова, Саламат Бекбаев, Информбюро, бірінші арна, Ақтау. Алда көретіндеріңіз. Қырғызстанның Баткен облысында сел 400 үйді алып кетті. Апаттан зардап шеккендер қанша? Үкіметке адамның тағдырынан көрі балық қымбат па? Билік неліктен балықшылардың қарғысына қалды? Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызда Информбюро. Қырғызстанның Баткен облысында сел 400 үйді алып кетті. Оған қоса 50-ге жуық үй толығымен қираған. Қырғызстанның төтенше жағдайлар министрлігінің айтуынша толассыз жауын соңы селге айналып Қолынды Интернационал Разақ ауылдарын алып кеткен. Қазір апатқа ұшыраған елді мекендерге құтқарушылар тобы техникасы мен бұған қоса тіпті психологтар жіберілген. Зардап шеккен ауылдарға далалық шатырлар тігіліп жатыр. Сел мыңдаған малды суға ағызып кеткен. Министрлік қазіргі уақытта тұрғындардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ деген ақпарат таратып отыр. Ал Балқаштың балықшылары тағы да бас көтерді. Бұл жолғы да үкіметтің жаңадан қабылданған қаулысынан туындаған. Балық аулап күндерін көріп отырған тұрғындарға жақында ғана үкіметтің балық аулау мезгіліне тыйым салу уақыты тағы да 1 айға созылған туралы пәрмен кеп түсіпті. Балықшылар бұл шешімге наразы. Балықшы Мәншүк Шылатбаеваның отбасы күнде былтырдан қалған картоппен күнелтеді. Онсыз да қармақ тастап қана тыйынға тыйын жалғап отырған Қызылбалық ауылының тұрғындарына үкіметтің балық аулауға тыйым салуы даудың ушығуына одан әрі түрткі болды. Жеп отырған картопымыз бітсе, әрі қарай қайтып күн көрер екенбіз деп шырылдайды.
Маймен осымен ғана дайындап отырмыз. Жеңге қоспаймыз, майға қуырамыз да, нені салып, кәдімгідей жей береміз. Басқа ештеңке қоспаймыз. Қосатын ештеңке жоқ қой басқа. Қызылбалықтықтар балық аулау кәсібін тіршілік көзі деп түсінеді. Себебі су тапшылығы салдарынан тұрғындар не мал өсірумен, не егіншілікпен де айналыса алмайды. Запрет жасап отыр, еш жерден балық аулауға болмайды. Ал ауылдағы халықтың где-то көп болса 100 адамы персональный служащийлер жаңағы еңбек етеді. Қаратал ауданының әкімшілігі болса, биліктің нұсқауын өзгертетіндей құзырымыз жоқ дейді. Шектеу қойылғанымен де тұрғындар көлеңкелі кәсіптерін жалғастырып жатыр дейді. Мен сіздерге айта алмаймын, ауламай жатыр деп. Аулап жатқанда шығар, ол барып түнде өткізіп жатса біреуге, ол біздің Үштөбенің халқына ма әлде, Талдықорған халқына ма әлде, жаңа Алматыдан келген біреуге ма өткізіп жатады. Оны біз қазір стап тоқтатқанның өзінде де бар ғой. Заң бойынша біздікі заңсыз болды. Ертең айтады, мен пара алды деп соғады содан, жала жабады маған. Билік басындағылар балық санын өсіру мәселесін ойластырғанымен, ауыл адамдарының жағдай оларды әзірге толғандыра қоймаған сияқты. Балқаш көлінің маңындағы жүздеген балықшы қыстақтары шектеу алынбайынша әлі бір ай бойы шала құрсақ өмір сүрмек. Мақсат Толықбай, Әли Ахмедиева, Айдар Хаджымұратов, Информбюро, Алматы облысы. Ал Сбербанк таза табысын 4 есеге арттырып, рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Сбербанк акционерлік қоғамы еншілес кәсіпорынның кірісі барлық бағыттар бойынша жылдам өсімге қол жеткізген. Банктың таза кірісі 11 миллиард теңгеден асып жығылады. Бұл туралы бүгін қаржы құрылымының басқарма төрағасы Олег Смирнов мәлімдеді. Төрағаның айтуынша мұндай көрсеткіш тұтынушылардың банкке деген сенімінің артуының нәтижесі. Табыстың кепілі тұтынушылар сенімі. Сбербанк ұстанатын басты қағида осындай. Соның нәтижесінде қаржы құрылымы толағай табыстарға жетіп, нарықтың 5% үлесіне қол жеткізген. Өткен жылы банктың активтері 1,7% артып, 491 миллиард теңгеге жеткен. Осылайша ЕДБ рейтингісіндегі көрсеткіші 11-ші орыннан 7-ші орынға көтерілген. Ал меншік капиталы 50 миллиард теңгеден асып жығылады. Мы за 2011 год увеличили долю. 2011 жылы біз үлесімізді 1,5%-ға арттырдық. 2012 жылдың 1-ші қаңтардағы көрсеткіші бойынша бұл 3,7%-ға жетті. 1-ші тоқсанды біз барынша қарқынды бастадық. Бізге берілген баға бойынша банк секторындағы өзіндік активтердегі үлес 4,8%. Біз өткен жылы бизнес көрсеткіштерімізді 1,7 есеге ұлғайттық. Банктың жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету бағытындағы көрсеткіштері де 2 есеге артқан. Жеке тұлғаларға берілген несие көлемі 30, ал заңды тұлғаларға берілген несие көлемі 330 миллиард теңгеден асады. Сонымен қатар банктың депозит қоржынында еселеп артып 400 миллиард теңгеге жеткен. Қазіргі таңда Сбербанк 300 мыңнан аса жеке, 17 мыңнан аса заңды тұлғаға қызмет көрсетеді. Ал банктың жас отау бағдарламасы баспанаға мұқтаж отбасылардың бірден көңілінен шыққан. Осы ипотека бойынша бірінші үлесі первоначальный взнос деген 10%-дан басталады. Ал процент, мысалы, пайызы тағы 10%-тан басталады. Комиссия жоқ. Осы бағдарламасы бойынша қазір осы продукт жасаута өте сенімді, көп клиенттер қазір осы продукт туралы сұрап жатыр. Жалпы Сбербанкте берілетін несиелердің пайыздық көрсеткіші де өте төмен. Тұтынушылық шағын және орта бизнеске берілетін несиелердің пайызда қолайлы. Банкке деген сенімнің артқанын депозиттік портфельден аңғаруға болады. Қазір оның көлемі 70 миллиард теңгеден асып жығылады. Сбербанк сенімділік, тұрақтылық кепілі. Ұлан Тәліпбай, Ринат Фазылбаев, Информбюро, 31-ші телеарна. Туған ел сүйген жар, намыс үшін от кескендер. Бүгін Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы «Жау жүрек мың бала» атты жаңа туындысының тұсауын кесті. Тарихи шытырман оқиғалы картина 18 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ халқының жоңғар шапқыншылығының қарсы күресін суреттейді. Толығырақ көркем фильмді көріп қайтқан тілшіміз Жанар Жолтаева баяндап берсін. Жау жүрек мың бала жоңғар басқыншылығына қарсы бірігіп тарихта аңырақай деп аталып кеткен шайқаста қасық қаны қалғанша қаймықпай тойтарыс берген қазақ жастары турасында баян етеді. Киноның желісі бойынша осы соғыста ел үшін күрескен жауынгер ер азаматтар қатарында өрімдей жас Сартай батырдың атағы кең жайылады. Жеткіншек жанына жолдастарын ертіп, ту көтеріп жорыққа бастап шығады. Мың бала атанған осы жасақ аз ғана қол болса да, қазақ әскері ара салмағын арттырады. Құдай сақтасын, егер де сондай бір күн туса, мен қашанда қазағым үшін тұрып беруге әрдайым дайынмын.
Түсіруші топтың шайлық еңбегін көрермендер бірденмен көріп шықты. Жаңа туындыға сын айтып, кемшілігімізді көріп кеңес берер адам бар ма деп Қазақфильм киностудиясының президенті Ермек Аманшаев пен картина режиссері Ақан Сатаев залға қарап алаңдай берді. Көркем туындыға түскен актерлердің көңілі бір бөлек. Жүректерін қуаныш кернеп, көздеріне жас оралуда. Онысы түсінікті ақ, бұл жастардың алғашқы шығармашылығы. Шын мәнінде біздің ұлтымыздың тарихындағы өте шешуші кезең бұл. Сондықтан біздің қайта-қайта айналып, өзіміздің бір бастауларымызды іздейтініміз тәуелсіздіктің. Ал енді содан басталды, осы әртүрлі жаңа қаржыландыру, ұйымдастыру мәселелері бар. Одан кейін оны кім түсіре алады және осындай деңгейде кім түсіре алады деген сұрақтар да болады ғой. Мен өзім сол кезде көңілім Ақанға құлаған. Осыған дейін жеке дара фильм түсіріп, атағы шыққан тәуелсіз режиссер Ақан Сатаевтың Қазақфильммен бірігіп алып киностудияға қаншалықты тәуелді болып қалғандығын сұрадық. От того, что мы снимаем вместе, я не становлюсь там независимым или зависимым. Вопрос немножко, да. И, слава богу, я то, что, в общем-то, хотел, то и делал. Картинаға бас аяғы 10 миллион доллардан астам қаржы жұмсалған. Бұл көшпенділердің бюджетімен салыстырғанда 3,5 есе кем. Төл туындымыз болған соның оның атағынан асып түсуді мақсат тұтпадық, дейді киностудия басшысы. Алайда киносыншылар осы күннен фильмнің даңқы көшпенділерді шаңына ертпейтін болады деп отыр. Тарихта тура жазылған 1000 бала деген тарих жоқ. Мұнда ол халықтың ішінде аңыз болып тараған. Бұл қазақтың жастарының, қазақтың тәуелсіздік үшін арманнан туған аңыз. Осы тұста шиеленіс көп болды. Ақын Мырзан Кенжебай 1000 бала тарихи шындық, оны аңыз деп жастарды адастырмаңыздар деп ұйымдастырушылар үстінен дүре соқты. 1000 бала өзі халқымыздың тарихында болған оқиға. Бұл туралы Нұрмағамбет Қосжанұлы деген ақын осы Сартай батыр туралы дастан жазам деп 37-ші жылы атылып кетті. Осын жазам деп. Бұл Сартай батыр Әйтеке бидің оң қолы болған Байжан бидің баласы. Қазақстандық экшн фильм үлкен экранға мамырдың 2 күні шығады деп жоспарланған. Жанар Жолтаева, Нұрбол Қызықбаев, Информбюро 1 арна, Алматыдан. Ал Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық университетте Абай әлемі атты студенттер фестивалі басталды. Жылына 3 рет өтетін өнер аясында Абай айтады акциясы тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Фестивальде Абай әндері, Абай өлеңдері, Абай қара сөздер сияқты бөлімдер бойынша байқаулар өтеді. Оған Қазақстанның 9 облысындағы 23 оқу орнынан 60 өнерпаз студент қатысуда. Шара жастардың жүрегіне Абай тағылымын терең сіңіруді мақсат еткен. Ғалымдар осы шара аясында Абай айтады атты шағын кітапшада әзірлеген. Әлемдік мақсатта біз Абай жаңағындай таныту үшін, Абай шараны насихаттау үшін Қытай Халық Республикасында жақында Абай орталығы ашылған жатыр. Және де Вьетнамда Ханой қаласында Абай ғылыми зерттеу орталығы ашылған жатыр. Ал Информбюродан кейін Базарбаевтар отбасылық комедиясын көріңіздер. Бүгін Шерәліні әйтеуір ең үздік футболшы деп танып, оған маңызды келісім шарты ұсынылады. Жас спортшы отбасымен бірге қандай шешім қабылдайды? Кешкі сағат 8-де сериалды жіберіп алмаңыздар. Бүгінге осы 31 арна қашанда қосылу болсын, біз шындық жағындамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.